Сәлеметсіздер ме? Мен каналыма қош келдіңіздер. Мен Сәтбаева Әйгерім. Осы каналда сіздермен ипотека жайлы ақпараттармен бөлісіп отыратын боламын. Каналыма тіркеліп, лайк басып, комментарий жазып қойыңыздар. Бүгінгі видеода ипотеканы рәсімдейтін банктер, сол банктердің шарттары, несиелеу мерзімдері, несиелеу суммасы, ипотекалық бағдарламалары және қай жылғы үйлерді ипотекаға рәсімдеуге болады, сол туралы айтатын болам. Сіздер үшін өте пайдалы болады. Сол үшін мен каналыма тіркеліп, лайк басып, комментарий жазып қойыңыздар. Ипотека түрлері. Ипотеканы біз екі банк арқылы рәсімдей аламыз. Ең біріншісі бұл отбасы банк арқылы, екіншісі екінші деңгейлі банк арқылы рәсімдеуге болады. Яғни отбасы банк арқылы рәсімдеу үшін оның өзінің шарттары болады. Яғни жас аралығы 18-64 жас, бастапқы жарнасы 10%, 20%, 30% және 50% құрайды. Ипотеканы максималды 20 жылға дейін рәсімдеуге мүмкіндік береді. Ипотеканың максималды суммасы 100 миллион теңгені құрайды. Первичный, вторичный нарықтағы үйлерді аласыздар. Первичный дегеніміз жаңадан соғылған үй, вторичный дегеніміз қолданыста болған үйлерді алуға мүмкіндік береді. Енді екінші деңгейлі банктерге Халық банк, Freedom банк, Алтын банк, БЦК банк. Осы 4 банкте ипотеканы рәсімдеуге болады. Яғни бұның да шарттары болады. Жас аралығы 21-64 жасты құрайды. Алғашқы жарна 20% құрайды. Максималды мерзім 15 жылға дейін рәсімделеді. Несиенің максималды суммасы 85 миллион теңгені құрайды. Первичный және вторичный нарықтағы үйлерді ала аласыздар. Енді осы ипотеканы рәсімдейтін кезде пайыздық мөлшері қалай есептелінеді? Екі банкты салыстырайық. Отбасы банкте өзіңіздің салған бастапқы жарнаңызға және банк беретін қарызға 100% есептейді. Мысалы, сіз алғашқы жарна 5 миллион қоясыз, қалған 15 миллионды сізге банк береді. Яғни сіздің процентін есептеген кезде осы 20 миллионын есептейді. Екінші деңгейлі банкте, яғни Халық банк, БЦК банк, Алтын банк, Freedom банк арқылы ипотека рәсімдейтін кезде сіз өзіңіздің алғашқы жарнаңыз 5 миллионды қоясыз, 15 миллион теңгені сізге банк береді. Яғни осыған пайыздық мөлшерлеме тек 15 миллионға ғана жүреді. Осы айырмашылығы. Келесі. Ипотекалық бағдарламалар қай банктер арқылы жүзеге асырылады? Яғни отбасы банкте өзінің бағдарламалары бар, екінші деңгейде өзінің бағдарламалары бар. Отбасы банкте 50-50 деген бағдарлама бар. Яғни сіз үйдің 50% қоясыз, 50% сізге банк береді. Келесі бағдарлама 30-70. 30% сіз алғашқы жарна ретінде қоясыз, 70% банк сізге береді. Одан кейін Умай деген бағдарлама бар. Бұл тек әйелдерге арналған бағдарлама. Жасыл ипотекасы бар. Наурыз отау деген ипотека бар. Асыл мекен, яғни ауылды жерлерде жер алуға мүмкіндік беретін бағдарлама. Концепция бар. Концепцияның бізде екі түрі болады. 2-10-25, 5-10-25 деген. Одан кейін жастар мемлекеттік бағдарламасы, яғни 35 жасқа дейінгі жастарға арналған бағдарлама. Ал екінші деңгейлі банктерде, яғни Халық банк, БЦК банк, Алтын банк, Freedom банкте партнерлық деген бағдарлама бар. Стандартты 7-20-25 ипотекасы бар, каскадный ипотека және цифровой ипотекалар бар. Енді осы отбасы банктегі ипотеканы рәсімдейтін кезде қандай шарттар қойылады? Егерде атында үй болса, ипотека рәсімдеуге болатын отбасы банктың бағдарламалары. Яғни бұл 50-50. 50% қоясыз, 50% банк береді. 30-70, 30% қоясыз, 70% банк береді. Умай бағдарламасы әйелдерге арналған және жасыл ипотека. Бұл, егерде аттарыңызда үй болса да, екінші, үшінші, төртінші үйін алуға мүмкіндік беретін ипотекалық бағдарламалар. Келесі, атында соңғы 5 жыл үй болмаса, Наурыз отау, концепция, жастар асыл мекен бағдарламасы арқылы үй алуға мүмкіндік береді. Ал екінші деңгейлі банктерде, яғни Халық банк, БЦК банк, Алтын банк және Freedom банкте атында соңғы
18 айда үй болмаса, сіздер 7-20-25 бағдарламасы арқылы үй аласыздар ипотекаға. Қалған бағдарламалардың маңызы емес. Тек қана осы 7-20-25-те бізде атында соңғы 18 айда үй болмау керек. Келесі, отбасы банктің бағдарламалары туралы толығырақ айтайық. 50-50 бұл 50% бастапқы жарнаны құясыз, табысты растап растамайды аласыз. Банктың пайызы 7-8,5% құрайды. Депозитке ақша салып күтеміз, яғни первичка, вторичка жер үйлерді алуға мүмкіндік береді. Сіздер отбасы банкке 50%-ын құясыз, одан кейін 6 ай күтесіз. 6 айдан кейін сіздердің опыңыз 5-ке толғаннан кейін барып, сіз осы бағдарлама арқылы ипотекаға үй рәсімдей аласыз. Екіншісі бұл 30-70, яғни алғашқы жарнасы 30%, одан кейін сіздер 14 ай күтесіз. Бұл жақта табысты растаймыз. Яғни ипотеканың пайыздық мөлшерлемесі 7-8% құрайды. Первичкадағы үйлерді ғана алуға мүмкіндік береді. Келесі бұл ұмай бағдарламасы, яғни пайыздық мөлшерлемесі бізде 15-5% құрайды. Бастапқы жарна 15 және 20% құрайды. Бұл жақта табысты растамаймыз және тек әйелдерге арналған бағдарлама. Депозитте жинау маңызды емес. Первичка, вторичка жер үйді ала бересіз. Жасыл ипотекасы, яғни алғашқы жарнасы 20%, табысты растаймыз. Банктың пайызы 7-8-12,5% құрайды. Депозитте жинақ маңызды емес, яғни сіз первичкадағы үйді аласыз. Келесі бағдарлама бұл асыл мекен. Асыл мекенде біз алғашқы 10% құямыз, табысты растауымыз қажет. Банктың пайызы 5% құрайды. Депозитте ақша салып, оны күтпейміз. Вторичка жер үй және тек ауылдық аймақтардағы үйлерді аламыз. Яғни сол жақтағы бағдарлама бойынша алатын программа. Концепцияны енді бастапқы жарнасы 10% болады, табысты растаймыз міндетті түрде, 2%-бен алуға болады және 5%-бен алуға болады. Первичка әкімдік тарапынан берілетін үйлер ғана алынады. Яғни бұл әлеуметтік осал топтарға арналған бағдарлама. Одан кейін жастар бағдарламасы, яғни 10% алғашқы жарна, табысты растаймыз, банк пайызы 5 және 6% құрайды, депозитте жинақ маңызды емес. Первичка, вторичка жер үйді ала бересіздер. Наурыз отау бағдарламасы, яғни алғашқы жарнасы 10 және 20% құрайды, табысы растаймыз, банктың пайызы 7 және 9% құрайды, депозитте 2 миллион жинақпен конкурсқа қатысамыз, яғни первичка үйді алуға мүмкіндік береді. Екінші деңгейлі банк арқылы рәсімделетін ипотека түрлері. Бұл 7-20-25, яғни алғашқы жарнасы 20% құрайды, табысты растау қажет, банктың пайызы 7% құрайды. Первичка нарықтағы үйді аласыздар. Екіншісі бұл стандарты, яғни алғашқы жарнасы 20% құрайды, табысты растаймыз, пайыздық мөлшерлемесі 17-24% құрайды. Вторичкадағы үйлерді алуға мүмкіндік береді. Одан кейін партнерлық, яғни 20% бастапқы жарна, табысты растаймыз, банктың пайызы 11-15% аралығында болады. Тек банктың жұмыс жасайтын құрылыс компанияларының үйін ғана алуға мүмкіндік береді. Одан кейін каскадный ипотекасы, яғни 20% бастапқы жарна құясыз, табысты растаймыз, банктың пайызы 12-5% құрайды. Сіз первичканы аласыз. Первичка дегеніміз бұл жаңа новый үйлерді алуға мүмкіндік береді. Ипотекаға үйді рәсімдеу үшін сол үйдің соғылған жылдарына қарайды және әр банкта бұл көрсеткіш әртүрлі. Енді алтын банктен егерде ипотекаға үй рәсімдейтін болсаңыз, пайыздық мөлшерлемесі 19%-дан басталады. Алғашқы жарнасы 20% құрайды. 1975 жылдан бастап үйлерді алуға мүмкіндік береді. Халық банкі арқылы егерде үй рәсімдейтін болсаңыз, 17-5% құрайды, банктың пайыз мөлшерлемесі. Алғашқы жарна 20% құрайды, 1960 жылдан бастап үйлерді рәсімдеуге мүмкіндік береді. Банк Центр кредит арқылы егерде ипотекаға үй рәсімдейтін болсаңыз, 19,5%-бен басталады. Алғашқы жарнасы 20% құрайды,
жылдан бастап үйлерді рәсімдеуге мүмкіндік береді. Freedom Bankте 17,2% құрайды ставкалары, алғашқы жарнасы 20% құрайды, 1965 жылдан бастап үйді рәсімдеуге мүмкіндік береді. Forte Bankте 18%, алғашқы 20% және үйдің жылы 1975 жылдан басталу керек. Отбасы банктен сіз 3,5%-дан 14,5%-мен үй рәсімдеуге мүмкіндік береді. Алғашқы жарнасы 50% құрайды және 1964 жылдан бастап үйді рәсімдеуге мүмкіндік береді. Енді осындай пайдалы ақпараттар қажет болса, мен каналыма тіркеліп қойыңыздар, лайк басып комментарий басыңыздар. Келесі видеода тағы да өте қызық ақпараттармен бөлісіп отыратын боламын.